Сәлем достар, бүгін асқабақтан крем суп дайындайтын боламыз. Бізге оған қажетті заттар пияз, асқабақ, яғни картоп керек болады. Кішкене май құямыз ыдысымызға. Одан кейін пиязымызды салып, кішкене қуырып алатын боламыз. Яғни бұл жерде сіздер қуырмасаңыздар да болады, жай ғана су құйып, барлығын 1 сағатқа бұқтырып қойсаңыздар да болады. Яғни таңдауларыңызға байланысты. Үстіне су құямыз, яғни ішіндегі асқабақтар, картоптар батып тұру керек суда. Өздеріңіздің қалауларыңыз бойынша тұз саласыздар кішкене. Одан кейін қара бұрыш мен салдым кішкене. Яғни егерде балаларға дайындайтын болсаңыздар, бұрышты қоспай-ақ қоюға да болады. Одан кейін қақпағын жауып, 1 сағаттай астын жай отта қойып пісіріп аламыз. Пісіп болғаннан кейін осылай блендермен езіп, кішкене суытып, ыдысқа құйып осылай іше беруге болады. Дәмі өте керемет.